Тіл тазалығы үшін күрес, ешқашан толастамайтын мәңгілік күрес. Бауыржан Момышұлы. Еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бері латын әліпбиіне көшу мәселесі көтеріліп келеді. Тереңнен бастау алған тарихқа көз жүгіртсек, қазақ жазуы бірнеше рет өзгеріске ұшырады. Жазу тарихында қазақ тілінің әліпби жүйесі күрмеуі мол кезеңдерді бастан өткізіп, ұлттық әліпби деңгейіне жеткен Еуразия құрлығында ғылымға орхон-енесей жазулары деген атаумен танылған көне түркілердің руникалық жазуы қолданылды. Ал 1929 жылға дейін қазақ елі араб жазуын пайдаланды. 1929-40 жылдар аралығында латын графикасына негізделген әліпбиді жазу жүйесіне енгізсе, 1940 жылдан бері қарай кирилл графикасы әліпбиін қолданып келеді. Заманның талабымен ағымына сай латын әліпбиіне көшу қазақ тілі үшін өте маңызды қадам болмақ. Бір ғана мысал, тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз. Қазақ тілін оқытуда басы артық таңбаларға қатысты емле ережелер азайып, мектептен бастап барлық оқу орнында оқыту үдерісі жеңілдейді. Сондықтан да еліміздегі филолог мамандар жаңа бастаманы бір ауыздан қолдай кетті. Қазір қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. Оны көбінесе орыс қазақ әліпби деп атайды. Себебі онда 33 орыс тілінің әріптеріне өзіміздің 9 дыбыстарымыз қосылған. Сондықтан саны 42-ге жеткен. Ал 42 әріп қазақ тілінде өте көлемді алфавит. Себебі қазақ тілінде 28-ақ төл дыбыстар бар. Ал әдетте әріптердің саны дыбыстардан кем болу керек. Мысалы, дамыған батыстық елдерді алатын болсақ, француз тілінде 35 дыбыс бар, ал ағылшын тілінде 44 дыбыс феномені бар. Алайда олардың барлығы небәрі 26 әріп арқылы беріледі. Латын әліпбиіне көшу арқылы қазақ тіліндегі де артық әріптерден құтылу мүмкіндігі туып отыр. Онда орыс тілінен келген әріптер қазақ тіліне тән емес, және оның табиғатына қарама-қайшы әріптер болмайды. Мысалы, олар жіңішке белгісі, жуан белгісі, я, ю, йо, ш деген дыбыстар. Жаңа әліпбиде қазаққа ғана тән дыбыстар акут көмегімен таңбаланады. Ш және ч әріптері диграф болып белгіленеді. Х және х әріптері бір әріпке бірігіп кетпек. Сол концепцияның негізінде орфографиялық және орфоэпиялық ережелер дайындалды. Бұл емле ереже, ұлттық ереже, себебі бұнда қазақ тілінің барлық дыбыстар қамтылған, таңбаланған, және бұл ережені емлені істеу барысында, жасау барысында қазақ тілінің жазуының тарихы, оның диалектикалық дамуы, оның теориясы, оның ғылыми негіздері бәрі ескерілген болатын. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығына сай қазақ тілі әліпбиінің 2025 жылға дейін латын графикасына кезең-кезеңмен көшуін қамтамасыз етілуі міндеттелген еді. Соған сай тіл ғалымдары жаңа әліпбиге көшудің 3 кезеңін қарастырып отыр. Бірінші кезең 2018-2020 жылдарды қамтиды. Бұл арада латын графикасының нормативті құқықтық базасы жасалып, орфографияның ережелері дайын болады. Ұйымдастырушылық және әдістемелік деп аталатын екінші кезең 2021-2023 жылдарды қамтиды. Осы уақытта латын графикасын оқуға бағытталған семинар тренингтер ұйымдастырылып, жеке куәлік латын қарпінде шығады. Ал 2024-2025 жылдарда мемлекеттік органдар мен бұқаралық ақпарат құралдары латын қарпіне көшіп, бүкіл іс-қағаз жаңа әліпби негізінде жүргізілмек. Әр жұрт баласын әуелі өз тілінде оқытып, өз тілінде жазу сызу үйретіп, өз тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, балалар әбден дағдыланғаннан кейін басқаша оқыта бастайды. Бізде тіліміз бұзылмай сақталуын тілесек, өзгелерше әуелі өз тілімізбен оқытып, онан соң басқаша оқытуға тиіспіз. Ахмет Байтұрсынұлы. Жаңа әліпбиді зерттеген ғалымдар оны жіті үйрену үшін көп күш пен уақыттың керек емес екендігін алға тартып отыр. Көзді үйретіп, сананы жаттықтырса жеткілікті дейді олар.